Қайырлы күн, сіздермен бірге Ләззат. Бүгін сникерс пирогын дайындайтын боламыз. Ең алдымен барлық қоспаларды қосып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Дайын болған қамырымызды 10-15 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Қойытылған сүтімізге жер жаңғақты қосып, толықтай бір келкі болғанша араластырып аламыз. Қамырымызды формамызға бір келкі етіп салып аламыз. Ішіне салмасын салып, 180 градуста қызып тұрған пешке 25 минутта пісіріп алатын боламыз. Енді ганашын дайындайтын боламыз. Осында жер жаңғағымызды уақтап турап аламыз. Сары майымыз бен шоколадымызды 1,5 минутта микроволновкада ерітіп алып, жер жаңғағымызды қосып, бір қалыпта масса дайындайтын боламыз. Дайын болған пирогымызды 15-20 минуттай суытып алып, үстіне шоколадын құйып, бір тегіс қылатын боламыз. Мінекей, осындай тәтті пирогымыз дайын болды. Сіздермен болған Ләззат. Менің каналыма тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Ас болсын.